келеді. Әрбір істе, мынандай бір нәрсе шығып, ол қияметтің белгісі екен, мынандай бір нәрсе шығып қапты, соны қияметтің белгісі деп жатыр. Субханалла, Алла тағала сенен нені талап етеді, сонымен басыңды қатырсайшы. Бір жерден су мен от шығып жатса, ол қиямет күнінде осындай болады деген ба? Қазір WhatsApp-тарда бір-біріне таратып жатыр. Кей жағдайларда кәпірлер мұсылмандардың үстінен күліп бір фотошоптарды жасайды. Мұсылмандар соны бір-біріне жіберіп, субханалла мынандай болыпты, субханалла мынандай болыпты. Артын тексеріп келетін болсаң, бір кәпірлердің мұсылмандардың үстінен күліп шығарған нәрселері. Ондай көп жағдайлар болып жатыр. Яғни кейде бір хабарды оқисың, оның негізін іздеп келген кезде, ол бір Құдайға сенбейтін, дінге қарсы жұмыс жасап жатқан сайттан шыққан. Мұсылмандардың үстінен күлу үшін. Мін қараңдар, біз мынандай хабар шығарамыз дейді. Шығарады, оны мұсылмандар алыпты, субханалла мынандай болыпты. Белгісіз бір ғалым, атын да білмейді. Мынандай жерде мына нәрсені зерттепті, сөйтіп исламды қабылдапты. Немесе әлгенде бір оқиғаны, немесе бір әр нәрседен Алла деген жазуды көргісі келеді. Біздің дініміз бұл нәрселерге мұқтаж емес, өзінің ақиқат екенін дәлелдеу үшін. Сол үшін де ондай нәрселерді көріп, әр нәрседен мынау қияметтің белгісі ме, мынау қияметтің белгісі ме. Қияметтің нақты белгілері хадисте, аятта жазылып тұр. Оның ішінде су мен от бір жерден шығады деген әңгіме жоқ. Оны бір-бірімізге таратып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, адамға күнә табуда жетеді, естіген нәрсесінің барлығын басқаларға жеткізуде. Сіздің оны таратуыңыз, сіздің күнә қалуыңызға себеп болып жатыр. Ондай болатын болса, біз бұнда екі дерттен де айығуымыз қажет. Бірі әрбір нәрседен қияметтің белгісін іздеу. Қияметтің кіші белгілері, альхамдулилля, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде баяндалған, оның біразы көрініп жатыр, болып жатыр, ал үлкен белгілері нақты айтылған хадистерде айтылған. Соған иман келтірсек, бізге сол жетеді. Ар жағына әрбір көрген хабарды міне мынандай екен деп оны таратып, бұндай дертпен ауырмауымыз қажет. Және сондай-ақ әлгіндей әрбір белгіні оны басқаша тәпсірлеп, мұсылмандарды адастырмауымыз қажет. Дәджжал нақты тұлға, өкінішке орай мұсылмандардың арасында сондай топтар бар. Дәджжалды жоққа шығарады, басқасын жоққа шығарады. Яъжуж мәъжужды мынау қытайлықтар деп тәпсірлеп жатқандар бар. Қытайлықтар шекарасы ашық, елімізге келіп жатыр, елімізде жұмыс істеп жатыр. Ал яъжуж мәъжуждың хабар жайында басқаша айтылады. Сол үшін де, яғни бұндай дерттермен ауырып, басқа дін дұшпандарына күлкі болмайық. Керісінше, әр адам өзінің кіші қияметі үшін дайындалуы керек. Ол да болса, өлім сағатының келуі, сіз өлгенге дейін өзіңізден талап етілген нәрселерді орындаңыз, сонымен бас қатырыңыз, күнәларыңыз үшін уайымдаңыз. Иншалла сізге сол жеткілікті. Басқасы үшін сізден кейін, бір күннен кейін келсе, жарты күннен кейін келсе де, бір қияметтің белгілері көрінсе де, сіз ол үшін сұралмайсыз. Сіз оған иман келтіріңіз, болды. Иман келтіріңіз, амалыңыз жақсы болсын, одан кейін белгілері көрінсе де, дәджжал шықса да, иншалла сізге зиян келтірмейді. Алла тағала бәрімізге иншалла пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.